Сәлем балалар, 3 сынып математика сабағы 52 сабағы өзіңді тексер сабағы. Бүгінгі сабақтан сен өзіңдің жетістіктеріңді тексеретін боласың. Бірінші тапсырма білу. Сен үлес пен бөлшектің не екенін білесің, бөлшекті оқып жаза алатын боласың. Ал енді тапсырмаға назар аудар. Дөңгелектердің боялған бөлігін көрсететін бөлшекті жаз. Бірінші дөңгелектің 4-тен 3 бөлігі боялған. Екінші дөңгелектің 5-тен 2 бөлігі боялған. Үшінші дөңгелектің 6-тан 2 бөлігі. Төртінші дөңгелектің 9-дан 3 бөлігі. Бесінші дөңгелектің 10-нан 6 бөлігі боялған. Ал соңғы дөңгелектің 11-ден 8 бөлігі боялған. Түсіну. Бөлшек бүтіннің бір немесе бірнеше бөлігі екенін түсінемін. Келесі тапсырманы фигуралардың суретін дәптерге салу арқылы орындаймыз. Дәптеріңе көркем әрі таза етіп, кітапта берілген фигураларды сал. Олардың бөліктерін берілген жазуға сәйкес бояп шығайық. Бояу барысында түсті өз қалауың бойынша таңдауыңа болады. Бірінші фигура 6 бөлікке бөлінген. Ал енді оның 6-дан 2 бөлігін бояу қажетпіз. Яғни 2 яшықты бояймыз. Бұл фигурада 6-дан 2 бөлігі боялған. Келесі фигурада барлығы 9 яшық бар. Яғни бұл фигура 9 бөлікке бөлінген. Осы фигураның 9-дан 5 бөлігін бояу қажетпіз. Біз 5 яшықты қызыл түске боядық. Демек, бұл фигураның 9-дан 5 бөлігі боялды. Келесі фигурада 3 бөлік бар. 3-тен 1 бөлігін бояймыз, яғни 3 яшықтың біреуін ғана бояймыз. Демек, бізде бұл фигураның 3-тен 1 бөлігі боялған. Қолдану тапсырмасы. Сен бұл тапсырмада санның бөлігін және бөлігі бойынша санды таба алатын боласың. Есепте. А тапсырмасында 90-ның 10-нан 1 бөлігі 9 санына тең болады. 40-тың 4-тен 1 бөлігі ол 10-ға тең. 8 бұл 48 санының 6-дан 1 бөлігі. 6 саны бұл 30 санының 5-тен 1 бөлігі болып табылады. Ал енді есебіне назар аударамыз. Санның кубын көбейтіндімен алмастыра отырып есептейміз. 100 қосу 2-нің кубы дегеніміз 3 2-нің бір-біріне көбейтіндісі. Яғни көбейтіндінің мәні 8-ге тең. Ал 100 бен 8-дің қосындысы 108 болады. Ал енді 80-нен 3-тің кубын кемітеміз. 3-тің кубы деп отырғанымыз ол 3 санының бір-біріне 3 рет көбейтіндісі. Яғни 27-ге тең. 80 саны мен 27 сандарының айырмасы 53-ке тең болады. Талдау тапсырмасы. Шамалар мен санның үлесін табуға берілген есептерді талдап шығара аласың. Ал олай болса, есептің шартын оқып, есепке дұрыс сызба таңдап, оны шығарып көр. Таспаның ұзындығы 10 метр, оның 5-тен 1 бөлігі қиып алынды. Неше метр таспа қиып алынды? Бұл есепке сәйкес келетін сызба екінші сызба. Өйткені бұл сызба 5 бөлікке бөлініп тұр және 1 бөлігі белгісіз болып тұр. Ал олай болса, есептің шешуін шығарайық. Ұзындығы 10 метрлік таспаның 1 бөлігін табу үшін 10 метрді 5-тен 1 санының бөліміне бөліп алымына көбейтеміз. 10 метр мен 5-тің бөліндісі 2, 2 мен 1-дің көбейтіндісі 2-ге тең.
Демек, 2 метр таспа қиып алынған. Жинақтау тапсырмасы есептерді талдау жасап шығара аламын. А тапсырмасына назар аударайық. Мәтінге сұрақ ойластыр. Есеп құрастырып, оны шығар. 3 көйлек тігу үшін 27 матаның 3-тен 1 бөлігі қиып алынды. Қанша метр мата алынды? Ол үшін 27-ні 3-ке бөліп, 1-ге көбейтеміз. Өрнектің мәні 9-ға тең. Демек, 3 көйлек тігу үшін 9 метр мата қиып алынған. Әй есебіне назар аударамыз. Есепті санды деректермен толықтырып, оны шығар. 3 көйлек тігу үшін 9 метр мата қажет болды. Ал енді 21 метр матадан неше көйлек тігуге болады? 9 метр матаны 3 көйлекке бөлеміз. 3 метр. Демек, әр көйлек 3 метрден екен. Олай болса, 21 метрден 3 метрлік неше көйлек тігуге болатынын табайық. Ол үшін 21-ді 3-ке бөлеміз. Өрнектің мәні 7-ге тең болады. Демек, есептің жауабы 21 метр матадан 7 көйлек тігуге болады екен. Бағалау. Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептер шешуінің дұрыстығын тексере аламын. Оқушы есеп шығарды. Боялған яшық дұрыс толтырылған ба? Тексер. Бір жәшіктің массасы бірдей, саны 5, ал жалпы масса 30 килограмм. Бір жәшіктің массасын табу үшін 30-ды 5-ке бөлеміз. 6. Демек, бір жәшіктің массасы 6 килограмм екен. Ал енді екінші жалпы массаны табу үшін 6 килограммды 7 жәшік санына көбейтеміз. Көбейтіндінің мәні 42-ге тең. Демек, бұл есеп дұрыс шығарылған. Ал енді келесі есепке назар аударамыз. Мұнда бағасы бірдей, саны 6 дәптер, құны 54 теңге. Бағасын білу үшін құнын санына бөлеміз. 54 пен 6-ның бөлінісі 9. Демек, бір дәптер 9 теңге тұрады. Ал енді 9 теңгеден 81 теңгеге қанша дәптер сатып алуға болатынын табу үшін 81-ді 9-ға бөлемін. Демек, бізде 8 емес, 9 дана дәптер сатып алуға болады екен. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліңдер.